Сәлем достар, біз бүгін 2 айлық баланың даму нормалары туралы айтатын боламыз. 2 айлық баланы ішімен жатқызған кезде басын 20-30 секундта көтере алатын болады. Ата-анасын толықтай танып, оларды көргенде күліп бастайды. Сәби рефлекстері әлі сақталған болады. Ұйқысы күніне 15-18 сағат аралығында ұйықтайтын болады. Айына 800 грамм мен 1,5 килограмм аралығында салмақ қоса бастайды. Өзінің қолдарына қарап зерттей бастайды. Көз алдында ары-бері қозғалған заттарға қарайды. Жаңа дыбыстарға және ата-анасының даусына мән беріп тыңдайды. Жарық пен қараңғыны ажыратады. Сәбидің алғашқы дыбыстары, яғни түсініксіз дыбыстары шыға бастайды. Бірақ осы кезде сәбидің көзі әлі де үйлесімді емес болады. Толыққанды ұстай алмайтын болады, бірақ бұл қалыпты жағдайға жатады. Аяқ-қолдарын жиі қозғалтады, бірақ кездейсоқ еріксіз түрде қимылдататын болады. Және 2 айлық бала өзі жыласа, анасының алатынын біледі, содан кейін емізуді күтетін болады. Нәрестені көп құшақтап, онымен көп сөйлесіп, уақытылы жөргегін ауыстырып, уақытылы шомылдырып режимін қадағалаңыз. Және аяқ-қолын созып, бұлшық еттерін шынықтыру мақсатында массаж жасасаңыз болады, немесе педиатрыңыздың кеңесімен арнайы массаж жасайтын маманға апарып, массаж жасатсаңыз болады. Сәбиге күлімсіреп, көзбен байланыс жасап, түрлі түсті ойыншықтарды көрсетіп, қолына сылдырмақты ұстатып, моторлы дағдыларымен естуін дамыта берсеңіз болады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз.